ұлы табиғат, сен ешкімге еншіңді бөлмеген, кең пейіл жомартсың. Сен тек адамзат баласын ғана емес, 18 мың ғаламды аялы құшағыңа сыйғыза білдің. Сыйғыздың да әрбірінің тіршілігі үшін тас бітіріп тау тұрғыздың. Бұлақ ағызып өзенін тулаттың. Құрақ өсіріп былқылдаған сазын сыйладың. Жай қалтып жазын, мәуесін төгілдіріп күзім бердің. Иә, сан ғасырлар өтсе де, сен осы жомарт қалпыңнан жазбадың. Уақыттар уақытқа алмасып, сенің құшағыңда бірінің ізін бірі басып, тіршілік тірлігі мәңгі жалғасып келеді. Адамзат баласы да өн бойыңнан өз несібесін теріп жеп, бақыт балзамын татуда. Мынау жер бетінде желкілдеп, адамзатқа сая болған, пана болған жасыл орман, тіршілік қорғанындай, тірлік тынысындай жалаулап жатса, өзен көлдер ананың ақ сүтіндей нәрім беріп келеді. Табиғат ана, адамзат бала. Бала анасының қадіріне жетсін, жетпесін. Ана жүрегіндегі мейірін іріккен емес, ешқашан және ешкімнен. Сосын да 18 мың ғалам ұлы табиғаттың еншісі бөлінбеген осы ырысынан игіліктеніп, өсіп өніп, тамырын тереңге жайды әсіресе. Осы 18 мың ғаламның ішінде адам баласы ақылымен, әдісімен, еңбегімен ұлы табиғаттан толып жатқан кереметтер тапты, әрі тіршілігіне гүл өндіре білді. Еңбегінің де дәмін татты. Десе де, әрбір адамның өмірі әр қалай. Бейне бір-бір кітап, бір-бір хикая. Мына келе жатқан жас жылқышы ерсіннің көзін ашып көргені, әке Моңғол ханның қолындағы жүгені мен ноқтасы, сарала қамшысы мен шідері. Ол қысы жазы жылқының соңында болып, әрі сері, әрі сірілікті тілейтін ата кәсіптің тізгінін мықтап ұстады. Оның тіршілігі құрыққа, алдындағы жылқыға осылай байланды. Жылқы дегенде алдына салып айдайтын өзінде қыл құйрықтан ештеңе жоқ еді. Көкшолақ жоқ болса да қамшысы бар ерсін жаман болған жоқ. Туыстарының, көршілерінің жылқысын көктем шыға жинап алып, анау қиырдағы төр жайлауға жайлатып жүргеніне де неше жыл болған. Биыл да сол әдетімен үйір-үйір жылқыларды ақ күнгөйтідегі орта жайлауға келіп бағып жатыр. Маусымның соңын ала малшылар жайлауға шыққанда бірге көшеміз деп отырған ерсінге қыстақ басшылары басқаша әмір берді. Яғни төр жайлауға ерте көшуін талап етті. Ерсін, сен енді өзің білесің, мынау табиғи чаппа біздің қорғанда. Бұл жылқы деген нәрсе қазір осы сазын чаппасынан басқа жерде жүрген жоқ, сазын чаппасы жатыр. Бұл табиғи чаппаны біз қорғамасақ, бұл халықтың мүддесінен шығатын нәрсе. Енді әсілі алғашқы ауылдықтың ұқтыруы осы 6 айдың мал көшіп 25-20-сын арғай болады. Оған біздің чаппамызды жылқы тоқтатымыз. Бұл сені көтеріп баққан жылқын. Сонда не қылса да осы жылқыны бір-екі көшіне жиып алып, жылқы сені айдауың керек. Жоқ, 14
Жинабай дейтін болсаң сен. Ертең оңшық, сен Ертең кете береміз онда қошын. 14 жылқы жинағың болу кетеді. Ерсін орта жайлаудың шаппалығын жылқы таптап кетеді деген сөзге жығылса да, бірақ төр жайлауға ерте көшудің жапасы жетерлік екенін әбден біледі. Бірі жол бойындағы көбес сөгілмеген қасат қар, тар жол тайғақ сүрлеу, жылқылардың жүрісін мандытпайды. Оның үстіне үйірі де әлі қоңдана қоймаған, кәрі құртаң тай құнандар баршы. Жолда туралап шығын шығу да ғажап емес. Ал енді бір 10 неше үйір жылқыны қосып айдайтындықтан, кейбір қыршаңқы айғырлар бөтен үйірдегі жас құлындарды тістеп теуіп, оқыс қылуы да мүмкін. Бірде көк адырынан көлбей өтіп, көк жүзін ажағаймен осқылап, ес-ақылыңды жинауға үлгіртпей, маржан жаңбырын төгіп, мал шынтып өте шығатын маусымның көк бұлтын желбегей жамылса, бірде жаңбырдан соң жарқ еткен кемпір қосақты кеудесіне тағынып тамсандырып, арулай түрленіп, көз қызықтырып жататын жер ұйығы іспетті, Буыршын ауданы Шоңқыр ауылына қарасты Ақши қыстағының Ақкүңгөйті жайлауы суы тұнық, шөбі шүйгін жәннат мекен. Әсіресе, жылқы малы үшін таптырмайтын шұрайлы қоныс. Ерсін міне осы шұрайлы орта жайлауда, кәрі құртаң тай құнандардың тез қоңданар өрісіне бір айдан бері жылқы жайылтып отыр. Қанша жылқы жейді? 300 аяқтай жылқы бар. Енді көшіғын қашады? Көшіғаны 15-терінде айтаймыз. Қай жерге қоншақ бар? Осыдан шығып енді немелеге теріс ақылға мұратылып, одан шығып ары қарай сол ботамен көпінді қонамыз. Мүдеме келеді? Ботамен кезет. Ағы қарқы жауын болса қайтқан? Жауын болса енді тоқырып. Сатыр-батыр ауылы. Ерсін әр күні кешке қарай жылқыларды жинап түгендеп, көзімен санап көңіліне түйіп алады. Арпасыз ат қырды аспас дегендей, бұл жылқылардың сонау қиырдағы төр жайлауға шығар әл дәрменін тұрқына қарап білу, жылқышы үшін бір сын. Күні бұрын төр жайлауға көшетіні анық болған Ерсін дайындала бастады. Жолға шыдамды жылқыларын жиып, кәрі құртаң арық тұрағын уақытша қалтырып, төр жайлауға соңынан жеткізіп алуды жөн көрді. Шеге тағаны сақтайды, таға тұяқты сақтайды. Тұяқ тұлпарды сақтайды, тұлпар ерді сақтайды, ер елін сақтайды дегендей. Төр жайлауға баратын жол аяқ қағар тасы мол, тұяқ мұжыр қиыршығы көп болғандықтан, жылқы тасырқап қалмас үшін мініс көлікті тағалап алу қажет.
Міне осы дайындықпен ауыл азаматтары жылқы айдайтын 5 жігіттің мініс көлігін тағалап, сақадай сай етті. Жылқы тұяғынан семіреді деген емес пе? Мен де сол жылқы баққалы 5-6 жыл болды. Биыл 350 тұяқтай жылқы алып шыққанбыз. Сонымен қатар орта жайлаудан жиып бүгін сол. Ертең Құдай жол берсе сол қалған тауып айдап, осыдан сол Терсақынға дамылдап ап, одан кейін сол Ботамайын көпіріне қонып, одан шыққан күн Кеңтүбекке барып қонамыз ғой. Кеңтүбектен шыққан күн Қарасу төсіне қонып, одан шыққан сол жайлауға жетіп кетеміз. Сол енді мына 350 тұяқ жылқы біреуінде сол ен таңбасын жазбаймын енді. Сол енді бірақ ойша білемін ен таңбасын. Құлының ғана таниын ба, тани алмаймын, одан басқасын бәрін танимын. Сонымен сол Құдай жол берсе ертең қайтаймыз енді. Біз сол енді жаттаймыз, қыстай сол енді елдің жоғын қараймыз, жоғалған жоқтарын тауып береміз. Сол енді осы жылқының сол 9 айдың 20-сында келеді емегейтін өткізіп бергенсің, сол бекер жатпай жылқыларды өткізіп. Содан кейін елдің жоғын тауып беріп, сол тиын темен ақшамды алып жүремін. Кәсіп қып. Бұл сол енді аттың да жұты, адамның да жұты. Сол бір бас 50 юаннан ақша аламыз. Сол жоғалып кетсе төлеп береміз. Өлгені болса сол елдерін шақыртып уақытында дер кезінде телефон соғып айтамыз сол. Көріп, соны қайтады ғой. Қыста сол қайтарып тастамасаң елдің малдарын бағам. Сол өткізген әкеп бер деген әкеп берем, одан кейін сол жылқыларды іздеймін. Елдің жоғалған жоқтарын құрап. 1-2 күн жүріп сол тауып әкеп берем иелеріне. Иштен еңбектерін береді өздері. Кесақыммен жақтарды бірақ барамсыз. Жүре қоймайсы жер енді. Соны мен де ойлап отырмын. Іші бауырлары жабысып қалыпты. Біраз ары барғанда жатып қала ма деп отырмын. Сол біраз Терсақынға барғанда 1-2 сағат жайылтып алмаса. Енді 2 сағат Терсаққа қалай болады? Тұраға мен. Бір жақын жүре ала ма тұрған? Мына сол 4 тұрышында 4 жігіт жатпаса шығып береді екен. Таңертең бірақ айырып қалады екенбіз. Мынау жағы нашар екен өте. Шығып кетер ме екен? Жігіттер қашаға қамалған жылқылардың түнде шығып кетпесі үшін қораның жатаған жеріне сырғауыл ағаштар мен темір тор тартып тастады. Мұның тағы бір себебі бар. Жігіттер бұл түні жақсылап ұйықтап алуы керек. Өйткені төр жайлауға жеткенше түн бойы жылқы күзетінде отыратындықтан құс ұйқы күй көшеді. Бел шешіп ұйықтап алу мүмкін емес. Әкел. Тағы да келе. Тағы да келе ғой. Бұлай тұрын, бұлай. Ал кет қондық. Нұрман ал кет. Берға. Бұлай бұрылы бана. Жасық, е. Сен. Берға. Astagfirullah, bismillah. Askar. Adam ver. Versinler. Asqar bursun bırak hatta. Ulan ağa. Yedir. Takılır. Hata kaldı. Bunun nesi? Hata. Mer.
Şibara yolda şöldeysin. Ne? Yolda şöldeysin. Ketemiz gitti. Solda. Tübün etme işime. Oy. Al işmeye koy al. Nasıl işin? İşmeye koy. Kana merma. Tanıs başa uzun. Ana o ağadan diyesi o değil. Арғымақ аттың баласы аз оттап көл жуысайды. Асыл ердің баласы аз сөйлеп көп тыңдайды дегендей. Құрғақ сөзден көрі іске бейім ерсін, ел кезек ширақ жігіт. Екі қолға бір кәсіп қайдан да табылады. Бірақ өзінің бейімі, көңілінің қалауы жылқы малына, соның күтіміне ауа берді. Қызыл шапаққа көмкөрліп шығыстан көтерілген алтын күннің ешкімді алаламаған шұғылалы сәулесі барлық алапқа жайылып мейірін төгіп тұр. Күнмен бірге жарыса тұрған жігіттер таңғы астан соң 9 үйір жылқыны айдап төр жайлау қайдасың деп тартып кетті. Келемін желде есіп құлагермен, шұрқыратып жылқымды құба дөңнен. Құрықтап шуасауды жуастып, жарысып жүрушедім самал желмен дегендей. Жылқы түлігі көшпенділердің ең қасиетті, ең қадірлі малы есептеледі. Аттылар әулеті деп аталатын көшпелілер қауымын жылқы түлігінсіз елестету мүмкін емес. Улан байтақ өлкөдегі тұрғындарының тыныс тіршілігі, өмір салты, өнер білімі, әдет ғұрпы, салт санасы, салтанаты, тәпті бүкіл мәдениеті жылқы түлігімен тығыз байланысып жатыр. Жылқы малы қоралы қойдай иіріп бағуға келмейді. Bir үйір енді бір үйірге бірден қосыла қоймайды. Кейбір айғыр өз үйіріне бөтен үйірдегі жылқыны жолатпайды. Бұл айғырдың тектілігіне байланысты. Халқымыз есте жоқ ескі заманнан бері қасқа айғырдан қасқа туымаса да төбел туады деп, тегіне тарту дегенді екі қауыз сөзге сыйғыза білсе, айғыр алпауыт болмай атқа жармайсың деп, айғырларды сұрыптап сапаландыруға ерекше көңіл бөлген. Үйірдегі айғырларды қартайтпай ауыстырып, жылқы нәсілін аздырмай ұстаған да осы қазақ халқы. Ерсіннің бағымындағы жылқылар арасында небір асыл тұқымды айғырлар бар. Аттылар әулеті деп аталатын көшпелілер қауымын жылқы түлігінсіз елестету мүмкін емес. Улан байтақ өлкөдегі тұрғындарының тыныс тіршілігі, өмір салты, өнер білімі, әдет ғұрпы, салт санасы, салтанаты, тәпті бүкіл мәдениеті жылқы түлігімен тығыз байланысып жатады. Қазір әлемде ақалтеке тұқымы, жәуміт тұқымы, қарабайыр тұқымы, араб тұқымы, дон тұқымы, буддени тұқымы,
Украинаның ұлттық тұқымы, қазақ тұқымы сияқты 250-ге жуық жылқы тұқымы бар. Ал мынау жазиралы даланың бойындағы қазақ жылқыларының тұрқы кішілеу көрінгенімен, шабыс жағынан басқа жылқы нәсілдерінен кем түспейді. Қазақ жылқылары күніне үзіліссіз 70 шақырымды емін еркін еңсеріп отырады. Ауа райының қандайына да төзімді, шөп талғамайды, әрі сүтті. Қазақ жылқысының өзі бірнеше түрге бөлінеді. Алтай жылқысы, Адай жылқысы, Қостанай жылқысы, Баркөл жылқысы, Іле жылқысы. Ал Алтай жылқысы аласа болғанымен, таулы өлкелерде ерекше көзге түседі. Бітімі берік, салмақты, ширақ болып келеді. Халқымыз дене бітіміне қарап жылқы малын қазанат және қаретті деп екіге бөлген. Қазанат майды сыртына жинайды, ал қареттісі керісінше майды ішіне жинайды. Қазанат жүріске шыдамды, еті дәмді, қазысы қалың, іші майлы келеді. Сондықтан да қазақ халқы қазанаттың тұқымын малдануға күш салған. Үйірді қазанаттың тұқымынан жинаған. Тәңіртау жылқыларының жүйеден қазақ жылқысының дүбірі, сонау ғасырлардың өзінде жоңғоның байтақ жерін елеңдеткені аңыз емес, ақиқат еді. Қазақ халқының ұғымында жаратылыстық дүниесіндегі әрбір нәрсенің иесі, киесі болады деп қарайды. Осы ұғымға сай, 4 түлік малдың да иесі мен киесі бар. Мәселен, қой иесі Шопан ата, ешкі иесі Шекшек ата, түйе иесі Ойсыл қара, жылқы иесі Қамбар ата, сиыр иесі Зеңгі баба деп аталған. Жылқы қазақта ер қанаты деп аталған. Қазақтың арғаталары сақтар, ғұндар, үйсіндер, жылқыны ер қанаты, күш көлік, ер азығы, ет пен сүт орнында ғана пайдаланбаған. Қайта жылқыны ардақтаған, оны киелі санаған. Ерсін жылқыны қасиеттейтін нағыз атқұмар қазақ баласы. Сосын да жылқыны бабымен айдап, жол жөнекөй дамылдап, жылқы ішіндегі арық тұрақ тай құнандардың болдырып қалмауын қадағалап келеді. Дегенмен теріс аққаннан шығып, Ботамойын көпіріне дамылдаймыз деп келе жатқан ерсіндерді, мұндағы жер қорушылар ерте көштің қалың жылқы жайлыстық жерді таптап кетеді дегенді сылтау етіп жолын тосты. Аттың болды. Мен қайсың ауылдыққа іздеп барғам айдама десе, сол кезде айдамай. Тұяғын тас кетіп, табаны жұқарған жас құлындар қатты болдырған еді. Жылқышылар неде болса, жылқыларды осында аз кем жу сатып алуды жөн көрді. Ішті малдың уақыты толғанда орын талғамай туа беретіні бар ғой. Енді жүргелі жатқан ерсіндер жаңа туған қолының аяқтан оң күтіп сәл аялдап қалды.
Ömür tokumda at ettik yoksa. Kırmızı atıyorsun. İkisi de yollu oldu. Şimdi kulun oldu arası. Edik bir Kır kır. Hay 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 hay. Bayqa qaqna yana bir oğuldu qarşı yana bir ayağın qısıp aldı mı ne oldu? Bayqa. Şık etmesin öte qısama mına 8 жылдың ақырын айдамасаң бұл неме ұқпайды емес пе жас құлынтағы. Жер қорушының сөзі көңілге кірбең салса да, ерсіндер жылқылардың болдырғанына, өздерінің шаршағанына қарамастан, түнделетіп бұл арадан аттанып, жалғасты алға тартты. Ботамойын көпірінен шыққан ерсіндер жылқыны ағаш түбекке қарай жылжытып келеді. Жол қиыны осы жер. Өйткені осы аралықтағы жолдың кедір бұдыры көп, тау беткейіндегі тар жол еді. Жылқыларды сәл тақсырып айдаса, құлындардың жарғабақ астындағы өзенге құлап кету қаупі болмақ. Мұны ерсін біледі. Сондықтан жолдастарына дәл осы қысаңнан жылқыны тақсырмай ақырын айдауын қадағалап тапсырған. Алда-жалда жылқы ішіндегі айғырлар осы қысаңға келгенде тебісіп тістесіп қалса, арық тұрақ тай құлынның сор дей беріңіз. Жылқышылар екінші күн кеш ағаш түбекке жетті. Жол бойы көзілмеген жігіттердің қайта-қайта есінеп, есі кетіп, ат үстінде қалғи бастағанын көрген ерсін, осында бірер сағат көзіліп алуды жөн көрді. Жігіттер ерсіннің осы сөзін күтіп, әзер тұрғандай, аттың ерін жастық шапандарын төсеніш етіп, киімшең қисая-қисая кетті. Ал ерсіннің өзі мұндайда өте сергек, бірер тәулік ұйқыға мойымайды. Әсіресе жылқы күзетіне үйренген ол, жылқы малының бір жерде еріп қойғанына жусап жата бермейтінін біледі. Мұндайда ұйқыға бас қойсаң, ілезде алдыңдағы жылқыдан айырылып қаласың. Оның үстіне малшылар әлі келе қоймаған бұл өңірде ит құста көп. Жүрістен болдырып келе жатқан арық тұрақ құлын тайларды қасқыр жеп кетуі де мүмкін. Сондықтан қырағы сақ болған жөн. Жігіттер көз шырымын алғанша, атының ерін алып арқасын суытып, сәл оттатып алған ерсін, енді жылқышыларды оятып жүрудің қамына кірісті. Аштыққа да тоқтыққа да үйреніп кеткен жылқышылар жүре жүріп, қоржындағы жол азығын жеп, әлденіп те алды.
мынау ағаш түбектің Ақбұлақ көпірі. Бұл көпірге қарағай сырғаулы ғана көлденең қиюластырып салынған. Арса-арса көп қуысқа құлын тайлардың аяғы кіріп, мертігіп қалудан алаңдаған жылқышылар жылқыны ағыны қатты өзеннен айдап өтті. Мұндайда жас құлындар енесінің сол жағында қалса, асау өзен іліп ала жөнелуден қауіптенген ерсін, өзенге түскен жылқы ішіндегі құлындарды мүмкіндігінше енесінің оң жағына қайырмақтады. Асау өзен мына жас құлынды іліп ала жөнелгенімен жағаға тақау жатқан тасқа тосылып аман қалды. Bana var koy. Hareketin kapar fıtsak edeyim. Aygır yürüme. Yürüme niye? Bir jara oşur çayça ana aygır çayça. Çaylagan oşur. Hiç kısa var işte bakın da var. Şаңаректе sen aldık ozып кеткенде артта bir құлын жүре алмай қалыпты бір құлын. Артына сіңірі тартылып, содан қайқайып өңгөріп, сол осы жерге жаңа енесіне қосып қойдық қой. Жас құлын ба? Жас құлын әгірі бір кішілеу тор құлын. Арты сіңірі тартылып жүре алмай атқа өңгөріп, содан жаңа енесіне әкеп табыстырдық. Енді сол судан бір өтіп кетсек мына сырттағы. Содан қайқайып, сол бүгін енді қара су төсіне жетеміз ғой. Жылқыдарда болдырып, жол жөнекей соғылып, аттарда болдырып бәрі кел жатырмыз қазір. Ағаш түбектің Ақбұлақ көпірінен өтіп, кең түбекке жеткен жылқылар да, жылқышылар да кеңіп қалды.
Өйткені бұл ара көрінісі көз түріндірер көркем жәннат мекен. Малшылар әлі келе қоймаған бұл араның қары кетіп, құрақтары құлпыра бастаған. Төрт жағын қалың орман, ұлы тау қоршап жататын кең түбектің қазан көлі көрген жанның таңдайын қақтырып, таң тамаша етеді. Осы кең түбек төр жайлауға көшкен малшылардың бір дамылдап сергіп қалатын жері. Үйездей қалған үйірлі жылқы сұлу табиғатқа өң беріп, тіршіліктің сәнін мен мұндалатып жіберді. Ұлы табиғаттың сұлулығынан тек адам баласы ғана емес, жан жануарлар да ләззат алады. Қазақ халқында айтылған сөз атылған оқ, жігіт сөзінен қайтпайды, жолбарыс ізінен қайтпайды. Әр адамның құдайы өзінің ары дейтін, өзара сеніммен, өзара құрметпен, өзара барыс келіспен байланысып жататын тамаша сөздер бар. Ерсін әкесі Моңғол ханның сенімділікті серт ететін жолын қуған жігіт. Басқалардың ала жібінен аттауды оның ары көтермейді. Ар демек адамшылық, намыс деген. Атың кетпес жағына қарыс деген деп, шәкерім Құдайберді ұлы айтқандай, адал өмір сүруді адал қасиет деп білген Ерсінге жылқыларын аманаттағанда қағаз жүзіндегі тоқтамсыз ақ ауыз екі келісуі де ауылдастарының оған сенімі. Ерсіннің жылқы баққанына 6 жыл болды. Сүтпен кіріп сүйекке сіңген адамгершілік қасиетін бойына тұмар қылған Ерсін ата-баба тәлімін көкөйінен шығармаған. Өзіне сенген ауылдастарының сенімін де селге кетірмеген. Осы қасиеті болар, Ерсін ешкіммен араздасып, алакөз болған емес. Күтпеген апаттан шығын болған, немесе ит құс жеп кеткен малды ақы иесіне жасырмай айтады. Ал ұлы табиғатта жүрген аяқты малдың жаңбырлы күндері құла бөлетіндерде үнем болатынын, немесе ит құс жеп кететінін малшы қазақта білмейтіндер кемде-кем. Мал иесі болмысқа көзі жеткеннен кейін өнбес тауды даулап жүрмейді. Әрі Ерсінге беруге тиісті еңбек ақысын уағында береді. Міне, олар арасында сақталған уәде дейтін сенімділік Ерсінге кәсіп тауып берсе, ауылдастарына жылқысын алаңсыз бақтыратын жылқыш тауып берген. Бір құлын кетті ғой суға. Одан кейін сол жағалап, одан бері құлын ағып су ағып, оны айтып шығарып алдық. Одан кейін сол күзетіп, бүгін сол Ботамен көпірден шыққанбыз таңертең. Түнде сол жылқы күзетіп отырдық. Алдың күнде күзеткенбіз, 2 күн күзеттік. Бүгін ол 3-ші күнін айланып бара жатыр. Бүгін сол Қарасу төсіне барамыз. Бұл жылқыны енді тани алатын адам бағады. Мен осы алып шыққан 450 тияқ жылқы, мынау 200-дің үстінде 220 тияқ, 230 тияқ. Бұл айғыр үйір. Айғыр үйірмесе бойлақ жылқы ұштаспайса, бойлақ жылқының артынан айдап келем енді. Айғыр үйірмен бірге жүрілмейді ғой бұл енді. Шағарқымына кезең енді біз ана қиқудың қара кезеңіне келдік қой.
Sonda жаңаректен мұңғылдар кезікті ғой бізге. О кісілер айтады, мына Алтынақтың суынан жылқы өте алмайды дейді, сонда жылқыны қалай қыламыз ал? Көк қабырға қарай еңкейіп жүреміз де, сол жақта жатсын енді. Аттың жаяғы таң балғанан келеді екен дейді ғой. Ол құлын пұлын кетіп қала ма, сонда жылқы осылай тістап қойса онда. Хай. Шуай. Хай. Қазақ халқы сонау есте жоқ ескі заманнан бері төрт түлік малды жайылысының ыңғайына қарай баққан. Көктемде көктеулікте, жаз жайлауда, күз күзеулікте, қыс қыстауда мал бабын тауып, жұртқа қалдырмай, жұтқа алдырмай тіршілігін жалғап келген. Қазақтың екі сөзінің бірі ат. Өзінің ұлттық тарихында бүкіл тұрмыс тіршілігі тек қана жылқыға байланысты ел қазақтан өзге кемде кем. Өйткені оның тағдыры ұлан байтақ даласы. Аттың атын шығаратын да осындай жазықтық пен кеңістік. Міне, тоқтамай 4 күн көшкен ерсіндер жылқысын Мыңшұңқырдан айдап шыққан күні қара түнкөге жетіп дамылдап, бүгін Қарасаз жайлауының кіре берісіндегі Ортақуыс асуына жеткізді. Мына қоңыр айғырдан бір қара бие жирен құлынымен жоқ екен. Енді бір 41 таң басар қоңыр айғыр Мыңшұңқырда қалып қалған ұқсайды. Кеңтүбекте бір қоңыр айғыр үйір қалып қалды. Ол өзі жылда келіп жүрген кек баратын шығар. Іздеймін ғой енді артынан. Bir jiren töbel aygır жоқ екен, bir күрең айғыр жоқ екен, 41 таңбасы бар. 04 таңбасы бар, 2 айғыр үйір жоқ екен мынада. Тағы қоңыр айғыр жоқ екен. Bir күрең қасқа бие жоқ бұл ана айғырдан. Jiren қасқа бие бөлініп кеткен екен анадан. Ол агро айғыр айырып кеткен болды ғой. Одан бір ақбақ айғыр жоқ екен мынадан. 8-9 айғыр үйір жоқ екен мынадан әдір. Аяқта қалып қалдым екен. Асудың жонын бойлай созылып жатқан қасат қардың шеті әлі сөгіле қоймаған. Осы асудан өтсе, көздеген көмбе төр жайлау алыс емес. Suda bir sonda arka suda su жоқ екен, мына бітік асудың өзінде. Жылқараң шыққанда. Ерсіндер су тасып, өзен арнасынан асып жатқан кезде жылқыларды төр жайлау Қарасазға жеткіземіз деп аптығудың пайда бермейтінін білгеннен кейін жылқыларды төр жайлаудың кіре берісіндегі Қаракөлдің кезеңіндегі жая тасқа қайырып тастағанды жөн көрді. Бұлара шөбі шүйген суы тұнық, жылқы малы үшін жайлы өріс.
Төр жайлауға келіп тыныстап қалған Ерсіннің жұбайы Айдынгүл жылқышылардың уәделі уағында жетіп келе алмағаннан алаңдаулы еді. Таң бозынан тұрып сиырын сауып, балаларына қарап күнделікті күйбіңін тындырып тастап, енді бір сәтке қолына телефонын алып, қайта шалып, Ерсіндерге тілдесе алмай отыр. Аман болса екен жанда малда деп тілейді іштейін. Ал бірі 6 жасқа, енді бірі 2 жасқа келген қос құлыны мал жанды ойлаудан көрі, қарындары тойғанына мәз. Бірде жылап алса, бірде күле салып, қайғысыз балалықпен жүр. Бүгін Ерсіндердің Ақкүңгөйті орта жайлауынан жылқы айдап шыққанына 7-ші күн. Жылқыларды төр жайлаудың кіре берісіндегі Қаракөлдің кезеңдегі жаятасқа қайырып тастаған жылқышылар Емегейті жайлауының Қарасу төсіндегі үйіне келді. Әкесін көрген балалары жүгіріп алдынан шығып, неше күн құс ұйқы болып келген әкенің шаршағанына қарамастан, әкесіне атқа мінгізуді өтінді. Балаларын көрген Ерсін де балаларының балғылықтарын көріп шаршауды ұмытқан. Балаларын атқа мінгізіп мәз жүр. Әкесі Мұңғылхан қарапайым малшы болса да, баласына ат қазақтың қанаты екенін, қазақ халқының жылқы түлігін қастерлейтін сана салты барын әбден сіңірген еді. Ерсіннің өз басы, 2 баласының есейгенде өз сияқты жылқышы болуын тілемесе де, бірақ қазақ баласының ат құмарлығын, ат жалын тартып мінетін атпал азамат болуын армандайды. Олардың да жылқы түлігіне үйір болуын көксейді. Мұғылдар кеше бір мұғылдар келді деп айтып тұр, ит қыс қатты екен деп тұр ғой мейіз. Құлын жеп тұр дейді оған жақта. Жақпай бар екен. Сол енді аман есен көшіп келді осы жерге. Малды аман сол жерден енді бір тамақ көре тарих деп ерітіп көше шай әкелгендер бар маңайда. Қане? Жылқыны алғаш қолға үйреткен біздің ата-бабаларымыз екенін Германия, Америка құрам штаты, Ұлы Британия, Франция ғалымдары ғылыми негізбен дәлелдеген. Қазақстанның Ботай қорғанынан осыдан 6000 жыл бұрынғы жылқының сүйегі табылды. Зерттеу жүргізгенде сол кездегі адамдардың жылқыны үйреткені, ауыздық салғаны, қымыз ашытқаны, әрі оны дәрі ретінде пайдаланғаны байқалды. Қазақтың атын әлемге пәш еткен жаңалық 2009 жылы жарияланды. Жылқы біткеннің арғы тегі Керғұла мен Тарпаң, қазақ аңыздарында жылқы туралы шынайы бағалары да кездеседі. Ықылым замандарда даладан жылқыны ұстап әкеліп, көпті көрген дана ақсақалдарға көрсеткенде, жал құйрығы қанат екен, 4 тұяғы болат екен, жануардың жүрген жері жаугершілік екен, шырақтарым осыны тапқан жерлеріңе апарып тастаңдар депті. Бұл аңыз болғанымен,
Адамзаттың тақымына жылқы тигеннен бастап, ұлы даланың оң солын қаусыра бастаған шындық. Ата-бабаларымыз ежелден тағы жылқылардың тұқымдарын айыра отырып, қайсысы жылқының арғы тегі екенін білген. Ал Алтай қазақтары жылқы атасы құлан дейді. Бұрқылдаған қақ көзі суат болмас демеңіз. Жер тағысы кер құлан жылқы болмас демеңіз дейтін өлең жолдарының қалуы тегін емес. Ерсіндер төр жайлаудың жолындағы қасат қардың босап, еруін тосқан күндерді, жылқыдағы жүген ноқта тимеген шуасауларды үйретумен әбігер болды. Ерсін жылқы баласынан, әсіресе шуасаудан тіксініп көрген жан емес. Жүген құрық тимеген талай шуасаулар Ерсіннің тақымында жуасыған. Міне бүгін де неше асауды шалмалап ұстап, бірінен соң бірін үйретті. Oy. Oy. Ойыстағада қолым шығып кетті, мынау жолыныққа басыма тиіп кетті. Қаншыққа жоқ па? Жоқ, шыққан жоқ. Аяқ болған биені айғыр бір екі тістегенде қайтып үйірінен шықпайды ғой, оны айғыры біледі.
Sodan endi mына асауда сол секілді нәрсе асауды мисар үшін ұстағанда сол құлақтан тап жүрмей жіберсең, жылқының мына дауысы шығып кетсе болды шыңғырған. Құлағына тістеп алсаң бір жағын ұстап. Қайтып мына көбінде мына кекілден ұстау керек. Мына құлақтан өт ұстай берген мал бас асау болып кетеді. Жүген салдырмайтын болып кетеді. Ерсіннің әкесі Мұңғұлхан көзі тірісінде қазақтың музыка аспабының бірі сыбызғы тартуға әуестеніп, ауыл-аудан аймақтағы әмби көркемөнер жарыстарына қатынасып, сыбызғымен өнер көрсетіп, қарапайым бір малшының өнерге, өмірге деген құштарлығын танытқан кісі. Әкеден ұл туса игі, әке жолын қуысы игі дегендей. Әкенің осы өнерін жалғасам, бір биіктен көрінсем деп талпынып жүрген Мұңғұлханның балаларының бірі Қарқын. Толықсыз орта мектепті бітіргеннен кейін ағасы Ерсінге еріп, жылқы соңында жүрсе де, әкесінің сыбызғысын қолынан тастап көрген емес. Міне бүгін сол Қарқын ағасы Ерсінмен бірге Қаракөлдің кезеңіне жылқыларын көздеп келіп еді. Осы жоталарда бірде мойнына мінгізіп, бірде қолынан жетектеп, бірде тайғұлынға мінгізіп, бірде маңдайынан сипап, еркелетіп жеткізген әкенің мейірім ұялаған бейнесі мен іздері елестеп, көз шанағына іркілген жасын әрең тиған Қарқын, көкірегіндегі сағыныштың өксігін әкеден мұра болып қалған сыбызғының үніне қосып, қоңыр даланың қоңыр самалымен ұластырып, баяу бебеулетті. Қарқынның көкірегінен шығып жатқан сағыныш сезімі, Ерсіннің де жүрегіндегі сағынышына ем болғандай. Қоңыра өңге айрандай ұйыған ол, үн-түнсіз мүлгіп тыңдап қалған. Жайлаудың сонысына қоныққан жылқылар да бастарын жұлып алып, әлденені сезгендей жақындап келіп, елеңдеп қарайды. Иә, бұл қоңыр үн, осынау басымен аяғына көз жетпес қоңыр даланың үні. Бұл қоңыр үн, кешегі дала төсін дүбірлеткен ата-бабамыздың үні. Бұл қоңыр үн, ақбоз аттың жалын сыйпап тұрып, сырласатын ғашықтардың үні. Бұл қоңыр үн, әкелеріміздің мойнына мінгізіп еркелеткен үні. Бұл қоңыр үн, шешелеріміздің бесігін тербетіп әлдилеген үні. Бұл қоңыр үн, қазақ халқының ұлы табиғатқа деген сүйіспеншілігінің үні. Бұл қоңыр үн, мынау бейбіт замандағы елдің өмірге деген талпынысының үні. Бұл қоңыр үн, қоңыр даланың қоңыр самалымен есіліп, ұзақтан ұзаққа мәңгі жалғасады.